Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай керемет дәмді болып пісетін үй жағдайындағы палауды әзірлейтін боламын, және де сіздермен рецептісін бөлісемін. Ол үшін бізге керегі ет, және де тәтті бұрыш, бір пияз, сарымсақ, ащы бұрыш қосамын, 2 морковь қосатын боламын. Мінекей қызып тұрған майда қазір мен үстіне етті қосып, бірге қызарғанша қуырамын. Мінекей етім қызарып, жақсылап қуырылды. Енді мен осының үстіне манаға бір үлкен жуаны турап, ет пен жуаны бірге қосып қуырамын. Мінекей ет пен жуамыз қуырылды, қызарып. Енді осының үстіне манағы 2 морковьімді соломка қылып турап, оны да қызарғанша жақсылап қуырып аламын. Енді осының үстіне мен манағы тәтті бұрышты ірілеу қылып турадым, және де тәтті бұрыш тез пісетіндіктен шамалап қана қуырып аламыз. Енді осының үстіне мен 300 граммдай күрішімді суға салып қойған болатынмын. Осылай үстіне жайып, және де тұзын дәміне қарай тұзын салсаңыздар болады. Осылайша бетін тағы да 5 минутқа буға қойып қойдым. Енді осының үстіне мен қайнап тұрған суды құятын боламын. Мінекей күрішімізді сәл-пәл батып тұратындай етіп құйсаңыздар болады. Қатты көп құймаңыздар, өйткені күріштеріңіз, палауларыңыз езіліп кетеді. Енді осының бетіне мен бір үлкен сарымсағымды қостым, және де қызыл бұрышымды да ащы бұрыш қостым. Мінекей енді бетін жауып 15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің палауымыз дәмді, палауымыз дайын болды. Сіздер де жасап қараңыздар. Менің рецептім ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.